Сәлем достар. Секпіл көркемді бұзады деп ойласаңыз, мына әдістер көмектеседі. Сепкіл кейбір бойжеткендердің көркін ашып тұратыны бар. Ал кейбірі мұны денсаулықтың бір ақауы немесе бет терісіндегі нұқсан деп қабылдайды. Бірақ сіз ойлағандай бетіңізде сепкіл бар болса, бұл денсаулықтың ақауы емес. Табиғи жаратылысыңызға қарсы шықпағаныңыз да дұрыс. Алайда осы сепкілдің әсерінен өзімізді сенімсіз сезінемін десеңіз, одан арылуды көздеп жүрген болсаңыз, онда сізге мына тәсілдер көмекке келеді. Айран. Әуелі бетіңіздегі сепкіл көзге қораш көрініп, оны аз да болса сейілткіңіз келсе, айран жағуды ұсынамыз. Ол үшін таза дәкені кез келген айран немесе дүкеннен сатып алынған кеферге батырып, сепкіліңіз көп шоғырланған жерге қойыңыз. 10-15 минуттан соң сумен жумастан құрғақ дәкемен немесе жұмсақ орамалмен сүлгімен сүртіп алып тастаңыз. Бұл әдісті күніне 2 рет, таңертең және кешке 1 рет апта бойы жалғастыру қажет. Егер 1 апта өткеннен кейін де нәтиже байқалмаса, онда бұл әдіс сізге көмектеспейді деген сөз. Сіз басқа тәсілді қолданып көруіңіз керек. Лимон сөлі және де сутек асқын тотығы, яғни перекс водорода. Тазартылған бет терісіне 3% сутек асқын тотығын, перекс водороданы немесе лимонның сөліне батырылған мақтаны сүртіңіз. Өзге тегізіп алудан абай болыңыз. Соңынан қаймақ немесе бет күтіміне арналған крем жағып қойыңыз. Қияр. Сонымен қатар қиярды үкіштен өткізіп, осы қоймалжыңды бетіңізге жағу арқылы да сепкілден құтыла аласыз. Қияр қоймалжыңның тазартылған бет терісіне жұқалап жағып, 25-30 минуттан соң жуып тастасаңыз болады. Оның барлығында сепкілдің көбейетін мезгілде жасағаныңыз дұрыс. Көктем шығып, күн нұры молынан түсетін шақтан бастап, қара суық түскенше сепкілдің көбеюі орын алады. Осы тәсілдер арқылы жазғы мезгілде сепкілдің көзге айқын түспеуін, көбеюінің алдын алуға болады. Егер бұлардың еш қайсынан да сізге көмектесе алмаса, демек дәрігерге көріну қажет деген сөз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.